Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге шоколадты сметанник пирогын қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Ұн мен маргарин майды жақсылап үгітіп аламыз, яғни крошка жасаймыз. 2 жұмыртқаның сарысы мен құмшекерді бір-біріне араластырып аламыз да, осы қоспаны ұнның үстіне, яғни крошканың үстіне қосып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Шоколадты салманы дайындаймыз. 2 жұмыртқаның ағын үстінен шекер салып, миксермен жұмыртқа ағарғанша, яғни аппақ қою болғанша араластырып аламыз. Мынау тура осы видеодағыдай болу керек. Осының үстінен қаймақты салып, бір қасық сгущенканы салып, жақсылап араластырып алғаннан кейін, үстінен ерітілген шоколадымызды және какаоымызды қосып, араластырып, шоколадты салмамызды дайындап аламыз. Қамырымызды тура осылай табанның ішіне жайып, яғни шетінен бортик шығарып, ішін вилкамен тесеміз да, дайын болған шоколадты салмамызды салып, духовкаға 180 градуста 30 минутқа пісіріп аламыз.